Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде жаратылыстану сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жарықтың жұтылуы деген не? Сабаққа дайынбыз ба? Ендеше сабағымызды көңілді бастау үшін мына өлең шумақтарын бірге айтайық. Табиғат біздің анамыз, табиғатқа баламыз. Табиғатты аялап, біз әдепті боламыз. Жарайсыңдар. Балалар, бүгінгі сабақта біз жарықтың жұтылуы деген не екені жайлы айтатын боламыз. Сабағымызды бастамас алдын мына бейнероликке назар аударыңдаршы. Кемпір қосақ аспан күмбезінде түрлі түсті доға түрінде көрінетін атмосферадағы оптикалық құбылыс. Ол аспанның бір жағында торлаған бұлттан жаңбыр жауып, қарсы жағында жарқырап күн шығып тұрған кезде көрінеді. Кемпір қосақ тікелей түскен күн сәулесінің жаңбыр тамшыларынан өткенде сынып, құрамдас бөліктерге қызғылт, сарғылт, сары, жасыл көгілдір көк күлгін бөлінуінің және тамшы бетінен шағылған толқын ұзындығы әртүрлі сәулелердің дифракциялануы мен интерференциялануы нәтижесінде пайда болады. Кемпір қосақтың айқындығы жаңбыр тамшыларының үлкен кішілігіне байланысты өзгеріп отырады. Тамшы үлкен болса, кемпір қосақ айқын, жарық болып көрінеді. Кейде алғашқы кемпір қосақпен бірге екінші кемпір қосақ қабаттаса көрінеді. Оны қос кемпір қосақ деп атайды. Қос кемпір қосақ күн сәулесінің су тамшысына белгілі бұрыш жасай, екі рет шағылысуынан түзіледі. Сонымен бірге ай сәулесінен пайда болатын кемпір қосақты ай кемпір қосағы деп атайды. Кемпір қосақ сөзі кем бір қосақ сөз тіркесінен шыққан. 7 түсті доғадан құралғандықтан доғаларды 3 қосқа және бір дара қосақсыз доғаға бөлуге болады. Соңғы қостың бір қосағы кем болғандықтан кем бір қосақ сөзі тұрақты сөз тіркесіне айналып кеткен. Қазақ тіліндегі ілгерінді ықпалдың нәтижесінде Б ұяң дыбысы М үнді дыбысының ықпалынан П қатаң дыбысына айналып, кемпір қосақ атауы шыққан. Балалар, бейнероликте не туралы айтылды? Кемпір қосақ туралы. Кемпір қосақ қалай пайда болады екен? Жақсы балалар, ал енді тақырыбымызға кірісейік. Балалар, айналаға қараңдаршы, қандай түстерді көріп тұрсыңдар? Жарықтың түсі қандай деп ойлайсыңдар? Неліктен? Кемпір қосақ қандай түстерден тұрады? Өте жақсы балалар, сендер ақ жарық деген сөзді естіген боларсыңдар. Күн сәулесін біз ақ жарық ретінде көреміз. Осы ақ жарық 7 түстен құралады. Оны ең алғаш 1672 жылы ағылшын ғалымы Исаак Ньютон ашқан. Ол жарық сәулесі шыны призма арқылы өткенде 7 түске қызыл, қызғылт сары, сары, жасыл, көгілдір, көк, күлгін түстерге бөлінетінін байқаған. Кемпір қосақ та дәл осылай пайда болды. Мұнда су тамшылары призманың рөлін атқарады. Жаңбырдан кейін күн шығып, күннің сәулесі ауадағы мөлдір су тамшылары арқылы өткен кезде ол 7 түрлі түске жіктеледі. Балалар, топпен зерттеу жұмысын жасап көрейік. Бұл зерттеу жұмысында ақ жарық қалай пайда болатынын көреміз. Ол үшін бізге қажетті заттар: түрлі түсті қарындаштар, қайшы, қатты қағаз. Зерттеу тақырыбына сай етіп, сұрақтар әзірлеңдер. Ол үшін нені анықтауым қажет және мен нені зерттеймін деген мәселе туралы ойланып, зерттеу сұрағын құрастырып көріңдер. Мысалы, ақ түсті берілген құралдар арқылы қалай аламын? Зерттеу жұмысын жүргізу үшін алдын ала картон қағаздан дөңгелек қиып, дәл ортасына қалам немесе қарындаш еркін қозғалатындай етіп саңылау жасалады. Картон қағаз бетін теңдей 3 түске бояйды. Дөңгелек ортасына қарындаш немесе
қалам орнатады. Бірі картонды тезірек айналдыруға тырысады, ал екіншісі бақылайды. Сонда көрген нәтижесіне қорытынды жасайды. Дөңгелек неғұрлым жылдам айналса, жұптардың эксперименті нәтижелі болады. Олар түстердің бірігуін және түстің пайда болуын бақылай алады. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, ойланып көріңдерші, ақ түс пен қара түсті біз қалай көреміз? Ақ түсті көру себебіміз денеге келіп түскен ақ жарық толығымен кері шағылады. Ал қара түсті көру себебіміз қара денеге келіп түскен ақ жарық толық жұтылады. Ендеше бір сергіп алайық. Балалар, сендер білесіңдер ме, адамға жарық не үшін қажет? Қараңғыда айналаңдағы денелерді көре аласың ба? Яғни заттың түсі мен жарық көзінің сәулесінің түсі бір-бірімен тығыз байланыста болады. Егер жарық болмаса, түс болмайды. Қараңғы бөлмеде ешнәрсе көрмейміз, әрі түсті ажырата алмаймыз. Жарайсыңдар. Ал балалар, сызбаға байланысты сұрақтарға жауап беріңдер. Неліктен денелерді түрлі түсті етіп көреміз? Өсімдікті неге жасыл түсті етіп көресіңдер? Неліктен бананды сары түсті етіп көресіңдер? Ал гүлдің түсі қандай? Оның түсін қалай ажырата аламыз? Қандай түстер жұтылды? Қай түс шағылды? Сонда біз денелерді неліктен түрлі түсті етіп көреміз? Айталық, қандай да бір сары түсті денеге ақ жарық келіп түсті делік. Денеден жарықтың сары түсі шағылып, басқа түстері жұтылады. Сондықтан біз денені сары түсті етіп көреміз. Балалар, есте сақтаңдар, жарық сәулесі жұтылады және шағылады. Осы құбылыс нәтижесінде біз айналадағы денелерді көреміз, әрі түстерді ажыратамыз. Ендеше балалар, сабағымызға кері байланыс жасайық. Жұлдыздар шеруі әдісі арқылы, бір жұлдызды таңдау арқылы сабаққа кері байланыс жасаймыз. Бірінші жұлдыз өте жақсы түсіндім, мен үшін қызықты болды дегенді білдіреді. Ал көк жұлдыз мен сабақты жақсы түсіндім дегенді білдіреді. Ал қызыл жұлдыз болса, тақырып бойынша әлі де ізденуім керек дегенді білдіреді. Осы үшеуінің біреуін таңдау арқылы сабаққа өз ойларыңды білдіресіңдер. Жақсы балалар, сендерге көп рахмет. Сабағымыз аяқталды, сау болыңдар.